Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы отбасы бақыт мекенім. Мақсаты отбасындағы әке-ананың баланың рөлін айқындау, ата-ананы сыйлауға, қадірлеуге, татулыққа тәрбиелеу. Міндеті оқушыларды ата-ана алдындағы борышы туралы жауапкершілігін арттыру. Күтілетін нәтиже ұлттық тәрбиені сіңіре білу, отбасындағы бауырмалдық, ауызбіршілікті дамыту, ата-анасын сыйлай білу, қоғаммен байланысты нығайту. Тәртіптің ең тамаша мектебі отбасы. Тәуелсіз елдің ұлы өжет қызы қайратты, халқы қаһарман. Отбасы ошақтың үш тағаны сияқты үш тіреуден тұратыны белгілі. Олар әке, ана, бала. Осылардың бірлігі отбасының берекесі. Ата-ана балаға тәрбие беруде ата-бабамыздың салт-санасы, әдеп-ғұрпында жүргізілген үлгі-өнегесінің мәні зор. Бала тәрбиесінде отбасының алатын орны ерекше. Бала басты байлығымыз, ал ең бастысы оның тәрбиесі. Ал әрбір мемлекеттің болашағы отбасында, мектебінде шыңдалады. Болашақта ел тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушылары. Бүгінгі ұл ертеңгі әке. Ұл әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз ертеңгі ана. Ол шешеге қарап өседі, бой түзейді. Балаға білім беру, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, жалғастырушы, демеуші ата-ана, отбасы және қоғам. Ата-ана, қоғам бірлескен кезде ғана тәрбие үдерісі өз жұмысын нәтижелі бере бастайды. Отбасы ата-ана мен баланың, келін мен ененің және басқа да отбасы мүшелерінің жылы қарым-қатынасынан басталады. Отбасы берекелі тату болу үшін сыйластық, мейірімділік, жанашырлық, бауырмалдылық қасиеттер әр адамның жүрегінен орын алуы керек. Отбасы құрғанда адам өмірге ұрпақ әкеліп қана қоймай, сонымен бірге оған жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды, ата-бабамыздың салт-дәстүрін жас ұрпағымызға бойына сіңіруде. Балаларын өздері қоғамға, ортаға және қоғамға пайдалы азамат етіп өсіруге ата-ананың ең маңызды міндеті. Отан отбасынан басталады дейді халқымыз. Ендігі ұлттық жалпы азаматтың болашағы, даму деңгейі осы отбасынан басталады. Оқушылар біздің қазіргі таңда өз сыныбымыздың кішігірім отбасымыз. Осы отбасында тату-тәтті өзара араласып, білім алып, болашаққа бірге қанат қағамыз. Осы отбасы бақытты мекенім тәрбие сабағында оқушыларымыздың отбасыға арналған оқушылардың жыр шумақтары мен отбасылық жылы лебіздерін тыңдаңыздар. Отбасым бақыт мекенім, өзіңде өсіп жетемін, көңілге шуақ тиетін, атанам мақтан етерім. Отбасым бақыт мекенім, өзіңнен ұшып кетемін. Сағынған сәтте мен сені құс болып ұшып жетемін. Шаңырақ шаттық береке, әкем менің ерекен, анашым асыл жақұтым, аман бол дайым мерекем. Жылы ұямыз, тірегі ата-анамыз. Осы темі босында олжып біздер өсеміз. Осында үлгі аламыз, осында адам боламыз. Еркелеп ойнап еліктеп осында өсіп толамыз. Тәрбие мектеп отбасы, ақылды баулып тіл ұштар. Өрінде тезге тартылған әдепті бейне дұрыстар. Ата-ана болса өрнекті, ұл мен қыз өсер көрнекті. Әуезі мұхаң айтқандай, түзейік о бесік жөргекті. Отбасы ол отаным бақ мекені, Хақ тағала қияды ақ некені. Отбасы бір мемлекет шағын ғана, одан ұлы елдер де қап кетеді. Отбасы тату бір ел тұнып тұрған, қамқор ата-аналар билік құрған. Анаң мейір шапағат нұр төгуші, әкең қамқор қолдаушың алып тұлғаң. Бауырларым мақсаттары ұштасқан, жұлдызы боп жайнайды түнгі аспан. Сағынысып бір-бірін іздейді олар, әуелі өзгелерді бір құшпастан. Отанымыз
Балалар, отан үшін отқа түссеңдер де күймейсіңдер. Отанды сүйе біліңдер. Отан бәрімізге ортақ. Алла анамның топырағын, сендік махаббатымның аты жалын, сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде таста қастерлі аспандалау, сенде жанды тербетер дастан барау. Менің мынау өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған-ау. Кешірмесең, жат қылықпен жаныңды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен ел кезіп кетермін отансыздай, үмітіңді ақтауға жарамасам. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті үнін сүйем, мен оның құдіретті түнін сүйем. Жандығын сүйме қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта бос торғай, бол оның шырылдаған. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Еліміз тыныш заман болсын, отбасымызда береке бірлік болсын, келе жатқан сиыр жылы жақсылығы мен ырысымен келсін. Амин. Отбасы өнегесі, отан өнегесі, отбасым әкем және анам, отбасым туған туыстарым, отбасым бақытты балалық шағым, отбасы барлығымыз үшін қымбат. Әке білек саусағы балалары, қан тамырынан жалғасқан аралары, ана тамыры бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Отбасымыз аман болсын.